Запись деген шығып жатыр да. Все, енді. Болды, міне запись жүріп жатыр. Аха, барлықтарыңызға қайырлы кеш, құрметті бизнес әріптестер. Өздеріңізге біздің компанияның мүмкіндіктерін таныстыруды ары қарай жалғастырамыз. Соңғы Алекс Райнхарттың егер жаңағы видеосын көрген болсаңыздар, бұйырса 1 августтен бастап жаңағы ноутбуктың зарядкасы 1 августтен бастап бұйырса өзінің онлайн площадкасын дамытамыз деген жаңағы өзінің инициативасын ары қарай іске қосамыз. Кешегі анау шыққан последний про бар ғой, токен. Сол токенді іске қосамыз деген сияқты біраз ақпараттар айтқан екен. Өзім де уақыт таппай кеше түнімен соны тап шықтым, оның алдында арасында жіберіп алғам ғой біраз информацияны. Сондықтан қазіргі таңда бізге максимально қолымыздан келгенше енді біз жаңағы анау автокөлік, баспана алатын 50%, жаңа 50 емес 100%, мысалы 100% жинақтайтын мүмкіндік жоқ қой бізде. Ондай жетістікке жету үшін сондай жаңағы европалықтар мен Дубайдағылар сияқты жаңағы тегінге, болашақта вообще тегінге түседі ғой бізге. Тегінге түседі ғой, алу үшін. Соны алу үшін максимально ферманы алып, қазіргі таңда монетаның санын көбейту керек болып тұр. Қазіргі таңда бізде монетаның санын көбейтуге бірінші кезекте өзіміздің жаңағы фермаларымыз. Бұл жерде отырғандардың барлығы партнер ма, или жаңағы новичоктарда бар ма екен? Егер новичоктар болса, приложение деген новичоктар болса, можно еще Орша бола ма? Орша? Ага, она Орша, а то она сидит и ничего не понимает. Уже Тамара сидит у нас? Да, Тамара. Тоже Тамара еще микрофон не подключила она. Пусть она микрофон подключит, через Wi-Fi подключится. Орша, блин, единцем жинайне, жанжақты шашылып кеткен единцаларында. Короче говоря, мы здесь зарабатываем в криптовалюте. Сперва, например, если человек только покупает на бирже, держит в своем цифровом кошельке. Кешіріңіз, орысша болса, мен шығып кете берейін. До конца орысша бола ма? Ойбай, жоқ, қазақша. Орысшаға единицам жетпей қалады ғой, арасында қазақша болады. Давайте бірінші қазақша айтып алайын, одан кейін қазақша. Қазақша сөйлейтін адам ғой, Өміт ханым. Таза қазақша сөйлейді десе, енді нетіп жатса, енді шамалымыз келгенше аударып беремін. Партнер, жаңа орыс тілді партнер болған кейін солай попросить етіп жатыр да. Атақ Құдайға шүкір, қазақтың қарапайым, қарадумалақ қызымыз, қазақшамыз пачк-пачкісімен. Давайте жалғастыра берейік, орысша, қазақша демей, бірінші қазақша, одан кейін ары қарай орысша обязательно. Тамара, не выходите, для вас буду стараться на русском языке. Пока посидите, потом вопросы задаете, я буду объяснять дальше на русском языке. Обязательно объясню, чтобы вы все поняли, вникли. Сейчас я начну на казахском языке, будут вопросы, задавайте. Отвечу на русском. Давайте жалғастырамыз. CoinMarketCap сайтында өздеріңізге әрдайым айтып отырам. CoinMarketCap'та қарасаңыздар 19.965 криптаның түрі бар. Плюс еще биржаның 532 түрі бар. Қазіргі таңда біздің монетамыз осы мына 532 биржаның ішіне кіретін CoinsBit биржада нарыққа шығып, қазіргі таңда осы монетада біз табыс тауып жатырмыз. Енді біздің мақсатымыз өзіміз сияқты қарапайым отандастарымызға осындай криптаның тілін, жаңағы биржаның тілін үйрету арқылы өзіміздің білімімізді дамыту арқылы тек қана қара жұмыс жасай бермей, осылай интернетті меңгерген адамдар да осындай табыс табатын мүмкіндіктерді өздеріңізге таныстыруды жалғастырамыз. Микрофон өшіріп тасташы, не өкіп бәрін қосып жан-жақтан. Тез өшір. Неге қойып таста? Мына қазіргі таңда біздің монетамыз, өздеріңіз көріп отырғандарыңыздай, мен ары қарай сіздерге жаңағы кейін осы биржамен қалай жұмыс жасау, оны қалай сатып алу туралы қосымша өздеріңізге ақпарат үйрететін боламыз. Дәл қазір сіздерге көрсетіп отырған біздің монетамызды, мысалы мен дәл қазір көрсетіп отырмын, 24.650 осы монетаны біз осы биржадан жаңағы сатып алу арқылы ары қарай
оның санын көбейтіп жатырмыз. Біздің мақсатымыз осы монетаның, осы криптовалютаның санын көбейту. Бізге санын көбейткенге как раз Алекс Рейнхардтың площадкасы, Ultima Minter площадкасы арқылы біз өзіміздің криптовалютамыздың санын көбейтіп жатырмыз. Мысалы, элементарный биткоинді уақытында біз жаңадан осы биткоин туралы информацияны енді үйреніп жүрген кезімізде, не болды? Биткоин туралы информацияны көрген кезімізде, жаңағы өзіміздің кошелегімізге алатын едік та, тек қана сол кошелекта ұстап отыру арқылы, ол деген сөз, біз өз ақшамызды определенный уақытқа заморозкеге қойып тастау арқылы. Жаңағы заморозкеге қою арқылы, мысалы, криптовалютаның құнының өскен есебінен ғана пайда көретінбіз. Құнының өскен есебінен. Курс, если өссе, курс өсетін болса, ғана пайда көретінбіз. Қазіргі таңда біздің цифрлы сертификаттар арқылы, цифрлы сертификат деп айтып отырғаным, как раз Ultima Minter, Ultima жаңағы компанияның продуктылары арқылы, мына Ultima Minter деген біздің цифрлы сертификаттың атауы. Осы сертификатты ала отырып, қазіргі таңда өзіміздің бағанағы, мен сіздерге көрсетіп кеттім, CoinsBit'та мысалы, мына жерден определенный 0,024 деген монетаны сатып алдық, оны кошелекқа салып қойсақ, ол 0,024 тұра береді кошелекта. Біз сіздерге соны цифрлы сертификат арқылы, цифрлы сертификат как раз бізге жаңағы монетаның санын көбейтетін мүмкіндік береді. Лицензияны сатып аламыз, өздеріңізге көрсетіп отырғандай 1 жылға сатып аламыз. Сөйтеміз да, оны цифрлы сертификат бізге не береді? Оның ең кішкентайы 110 евролық, ары қарай 275 евролық, одан кейін 550 евролық сертификаттар сатып алу арқылы, ары қарай осы фермаға саламыз да, оның санын көбейтіп отырамыз. Ал енді орыс тілді аудиторияға мен сәл переводтап кетейін. Уважаемые бизнес-партнеры, я только что объяснила на казахском языке то, что мы здесь, покупая монету, на данный момент мы здесь покупаем монету PLCU, монету как раз нам предлагает Алекс Рейнхард он свой мозг токенизировал, тем самым его токен называется PLCU. Вот этот токен, криптовалюта, продается на бирже CoinsBit. CoinsBit как раз одно из топовых бирж на рынке. Поэтому вот эта монета вышла на рынок 6 декабря 2021 года. Мы сейчас я вам как раз объясняю, если мы покупаем на бирже вот эту монету, держим в своем кошельке, цифровом кошельке, да, мы только при росте, замораживая свои же деньги, при росте накапливаем себе капитал. А здесь компания предлагает свой цифровой сертификат. Чтобы покупать вот этот сертификат, вы обязательно должны зарегистрироваться по ссылке, которую вам выслал ваш вышестоящий спонсор, открыть именно сайт ultimafarm.com, найти соответствующий сертификат, который вам как бы по карману. Например, самые минимальные сертификаты у нас 110 евро, 275 евро, 550 евро. Вот эти сертификаты что дает нам? Сертификаты дают нам возможность приумножить монету, вместимость монет. Например, 110 евровый сертификат дает нам возможность именно 0,01 монету заморозить на год и приумножать ежемесячным минтингом. Ежемесячный минтинг – это в нашем случае процент доходности в месяц. Мы здесь дорабатываем именно в монете. В данный момент в июне месяца здесь у каждого в кабинете можно посмотреть коэффициент минтинга, да? С июня месяца ежемесячно, например, в год дается 615% в год ежемесячно. Если делить на 12, то 51% в месяц мы можем заработать как раз в монете. Дальше продолжаем. Ары қарай осы цифрлы сертификатты сатып ала отырып, біз қарапайым халық өзіміздің кішкентай ақшамызды жаңағы монетаның санын көбейту арқылы, монетаның саны деген сертификат сатып алдық, ары қарай өзіміздің фермамызға заморозкеге қойдық, ары қарай монетамыздың санын көбейтіп отырамыз. Тура осы жерде сұрақтарыңыз бар ма?
микрофондарыңызды қосыңыздар да сұрақ қойыңыздар. Можете вопросы задавать, включая ваши микрофоны, я дальше объясню. Саламатсыз, Үміткүл ханым. Ферма сатып алып қойғаннан кейін, оның ішін монетамен толтырып отыру керек па? Ақшаның көбею үшін? Ферма сатып алғаннан кейін, бүгінгі таңда тек қана ферманың ақшасы ғана бар да, монетасының ақшасы болса, ферманы сатып алады да, монета сыйымдылығын ұстап қалады. Себебі бізде ферманың монета сыйымдылығы әр ай сайын осылай төмендеп отыр да. Қазіргі таңда монета сыйымдылығы әр ферманың определенный уақытқа дейін, ертеңнен бастап уже өзгерейін деп отыр. Ертеңнен бастап уже монета сыйымдылығы. Қазіргі сатып алған фермаңыз сізге бір жылға монета сыйымдылығын ұстап қалады. Одан кейін келесі айдан бастап жаңағы тапқан ақшаңызға жаңа биржада монета сатып алып, заморозкіге қою арқылы ары қарай монетаңыздың санын көбейте бересіздер. Ферманың құндылығының өзі осыда. Мысалы, сіз ферма сыйымдылығын сатып алдыңыз, отырсыз, ақшаңыз қашан болады, сол кезден бастап сізге смарт контракт ашылады. Мен как раз ол туралы ары қарай демонстрацияны телефон арқылы жалғастыратын боламын. Түсінікті болды ма? Рахмет. Слышь, я же с Zoom зашла. Вопросы есть? Можете задавать на русском языке, объясняю. Объясню. Какие вопросы есть? Я только что объяснила именно ценность цифрового сертификата или цифровой лицензии. В нашем Тамара әлі қосылған жоқ, Үміт ханым. Үміт ханым, Тамара ханым әлі қосылған жоқ, микрофон таппай жатыр. Екеуміз жекеде сөйлесіп жатырмыз, таппай жатырмыз. Естіп жатқан жоқ ол вообще. Я ей написала. Но түсіндіре беріңіз, мен айтам сізге ол кірген кезде. Түсіндіре беріңіз. Гүлбанұр, былай деп айтсай, Wi-Fi дегеннің үстіне басу керек, прям скрин жасап алып жіберші, соны үстіне бас деп. Аха, жібердім. Қазір тағы жібердім. Давайте ары қарай жалғастыра берейік. Мен енді сіздерге жаңағы цифрлы сертификатты сатып алдық. Сосын ары қарай жаңағы қалай деп айтсам екен, мынаяқтан кіріп ары қарай шығып кетсем екен, Қазір телефон арқылы қосыламыз сіздерге, ары қарай жаңағы маркетинг деппін ғой. Бұдан кейін міндетті түрде маркетинг түсіндіретін болам. Маркетинг бойынша сұрақтарыңыз болса, қоя берсеңіздер болады. Осы қазір нені түсіндіріп болғаннан кейін. Не будет заживать. Нет. Микрофонды Не будет делать. мына жерде мен мына жақта микрофонды өшіруге болмайды ма екен? Үміт, сен өзің өшіре аласың ғой. Қазір тоқтар, қайсы сөйлеп жатыр, таппай қалдым ғой. Ал жалғастырамыз. Сұрақтарыңыз жоқ болса, қалай жаңағы скрин жасап, қазір бір мен партнерға жібере салайын, скрин жасап, үстіне басу керек деп жіберейінші. Все, Тамара ханым кірді. Тамара, вы здесь? Оны Тамара ханым деген микрофонды ғой деймін. Енді өшір. Жоқ, басқа біреу. Басқа біреу. X-Pro деп тұр, сол шосы. X-Pro, я. Сөндірді. X-Pro да деген, если можно, отключите, пожалуйста, микрофон при подключении в Zoom. Давайте ары қарай жалғастыра берейік. Енді мен сіздерге ары қарай восстановить статуса участникам деймін да. Демонстрация экрананы сіздерге телефон арқылы жалғастырайын. Ары қарай демонстрация экраны. Тоқта. Опа. Чат дегенді өшіп ұстаппын ғой. Ары қарай сіздерге демонстрация экрананы телефон арқылы жалғастырып жатырмын. Мына мынау сіздердің қолдарыңыздағы телефондарыңыз, мен бағанаға айтқан мобильное приложение Ultima Farm мен Ultima Wallet. Мына тұр, Ultima Wallet
бұл сіздердің өздеріңіздің кошелектарыңыз. Мен жоғарыда айтып кеттім ғой, егер сіз криптовалютаны биржадан сатып алып, тек қана ультима валютте ұстап отыратын болсаңыздар, тек қана курс өскен есебінен пайда көреміз. Курс өскен есебінен. Мысалы, басқа да биткоин, жаңағы эфириум, басқа крипталарды, мысалы, биржадан сатып алдыңыздар, блокчейн кошелекте ұстап отырсыздар, сіздер тек қана курстың өскен есебінен пайда көресіздер. Теперь объясняю на русском языке. Например, человек покупает криптовалюту с биржей и держит в кошельке, тот человек только при курсе монет будет зарабатывать себе, как бы приумножить свои деньги. А в нашем случае мы с помощью цифровой лицензии, цифрового сертификата, замораживая на ферме, приумножаем свои деньги. Дальше объясняю, захожу именно Ultima Farm. Ары қарай кіреміз. Әр партнердің өзінің осында екі мобильный приложениесі болады. Осылай өзінің фермасына кіреді, өзінің пин-кодтарын теру арқылы. Осылай кабинеттеріне кіреді. Қазір мен телефон қосылады қазір. Қосылмай қалды. Осылай өз пин-кодтарыңызды теру арқылы өз кабинеттеріңізге кіресіздер. Осылай, енді әркім өзінің цифровой сертификатын сатып алады. Мысалы, менің цифровой сертификатымда, енді мына жердегі ферманың бағасы жоғары. Мысалы, мен бұған как раз жаңадан ферма сатып алған партнерларға керек информация. Например, сіз ферма сатып алдыңыз, тура мына ферма, менің фермам сияқты ферманы толық толтыра алмайтын болсаңыз, қай кезде ақшаңыз болады, сол кезден бастап сіз фермаңызға ақша салып кете бересіз. Бірінші кезекте өздеріңізге мынау именно Ultima Farm приложенияның цифровой сертификат сатып аласыздар ғой. Сол кезде сіздерде сразу жаңағы өздеріңізге Max Load'ты алып қоясыздар да, мысалы, 1 жылға. Мысалы, мен мынау ферманы сатып ала отырып, вместимость монетаның сыйымдылығы 2,25 ферманы 1 жылға сатып алдым. Например, я здесь, покупая цифровой сертификат, оставляю за собой возможность приумножить свою ферму вместимости 2,25 монет. У меня здесь на ферме могу пополнить данный момент. Внизу как раз это можете посмотреть. Доступный Max Load 1,96. Вот столько монет я могу сюда доложить. Микрофонды өшіреміз. Микрофонды өшіреміз. Ары қарай жалғастырамыз. Енді, мысалы, мен смарт контракт аштым. Смарт контрактыны мен 22 апрель күні аштым. Өздеріңізге көрсетіп отырмын. 22 апрель, 29 апрель, 30 апрель, 23 май, 24 май, 31 май, 16 июн, 16 июн, 16 июн. Әрқайсының уақыты әртүрлі. Мына монеталар түскен кезде сразу артынан салып кете берген ғой. Енді мен сіздерге ары қарай түсіндіретін боламын. Менің ашқан 22 апрель күнгі смарт контрактым 22 апрельден бастап маған уже табыс беріп жатыр. Міне бірінші табысты алып қойдым. Ол көрініп тұр, синий болып тұр, уже ол түскенін көрсетіп отыр. Екінші табыс та 22 июн күні түсіп қапты. Мен даже оны білмеймін да. Қазір сіздерге как раз кошелекті ашып көрсететін боламын. Осылай салған ақшаларыңыз салған күннен бастап сіздерге 11 ай табыс беріп отырады. 12 ай, 11 ай, 26 күн табыс береді. Алып отырасыздар осылай, 11 ай бойында алып отырасыздар. 11 ай, 26 күн бойында алып отырасыздар, почти 12 ай. Ары қарай 12 ай табысты алып болдыңыздар. Замороженный монета бар ғой, бірінші заморозить етіп қойған монеталарыңыз 1 жылдан кейін сіздерге қайтадан баланстарыңа түсетін болады. 1 жылдан кейін. Енді қараңыздар. Әр смарт контракт маған осылай 12 ай бойы маған табыс бере береді. 12 ай бойында курсқа байланысты табыс береді. Сол айда курс қандай болады? Сондай табыс алып отырасыздар. Мысалы, мен қазір 24 мың долларға монетаны сатып алдым ба? 11 айда 100 мың доллар болып кетті ма монетаның курсы? Значит, сіз 100 мың доллармен сатып аласыздар. Ары қарай, әр смарт контракт, жоғарыда айтып кеттім, мен әлі болашақта ашатын смарт контрактларымның барлығы сол айдың фактор минтингасымен, процент доходностімен терезені жап, шулап кетті вообще.
процент доходностимен сіздерге табыс беретін болады. Теперь дальше объясняю на русском языке. Например, я вот эту цифровой сертификат приобрела в мае месяце, у меня не было возможности пополнить свою ферму. Например, у меня только появилась возможность, например, я в мае покупала вот эту ферму, появилась возможность только в июне, да, в июне положить. Теперь смарт-контракт я открываю только в июне, например, вот как раз показываю 16 июня. Смарт-контракт я открываю только в июне, замораживается у меня монета на год, и с ежемесячным минтингом, это процент доходности, я ежемесячно 12 месяцев подряд буду получать. В конце срока замороженную монету, как раз вот эта замороженная монета в конце срока размораживается, на мой кошелек поступает. Тем самым замороженную монету через год я опять вытаскиваю. Здесь никакого минуса нет. Например, человек покупает монету, например, на сегодняшнее число сколько уходит? 117 тысяч, грубо я говорю, 117 тысяч, самый минимальный пакет будет стоить, да? Потом человек ферму покупает, по сегодняшнему курсу 59 тысяч тенге ферму покупает, да? За 4 месяца отсылать, за 5, даже за 6 месяцев свои деньги возвращает любой человек, который зарегистрировавший, купил себе лицензию и плюс еще заморозил свою монету. Тот человек возвращает свои деньги, вложенный в свой расход, израсходованные средства, возвращает за 6 месяцев, дальше 6 месяцев по смарт-контракту ежемесячно как раз получает чисто прибыль 6 месяцев подряд. По тому курсу в тот момент, сколько будет стоить монета. Например, сегодняшняя цена монеты, например, 25 тысяч долларов, если через 6 месяцев будет 100 тысяч долларов, да, вы как раз в том месяце свою полученную монету умножаете на курс монеты, который на бирже стоит. Поэтому здесь никакого минуса ни у кого не будет. Если на крайняк, например, я вот крайне объясняю, если человек положил, например, по сегодняшнему курсу, да, за 6 месяцев свое возвращает по сегодняшнему курсу, дальше по сегодняшнему курсу, дальше получает свою прибыль 6 месяцев подряд. В конце срока замороженная монета размораживается. Если есть вопросы, давайте задавайте, включайте микрофоны свои, задавайте. Смарт-контракт бойынша, цифровая лицензия бойынша сұрақтарыңыз бар ма? Если на маленькую, на маленькую на 110 положить на ферму, сколько там получается? 180 всего у нас, но около 180. Она тоже будет иметь такое свойство, как прибыль вот эту? Ну да. Умножается. Да. Я вот как раз хочу объяснить, например, у человека... С нуля, как вы говорили, с нуля. Вот Да. это вот меня интересует. Вы же тоже с нуля? Да, я с нуля как раз. Через маркетинг, я дальше буду вам маркетинг объяснять. Например, сегодня ферма стоит 50 тысяч тенге. Это ваш расход за ферму. Я сейчас дополнительно по другому телефону буду как бы считать. Калькулятор точно же, 59. Сейчас я объясню. Это Тамара, вы, да? Я, да. Ага, все. Тут пока настраивала. Ну. Сейчас вместимость монет самой маленькой фермы, 110 евро, у нас 0,01. Умножаем по сегодняшнему курсу, грубо берем 25 тысяч долларов, хотя меньше на рынке сейчас, 250 долларов. Умножаем на онлайн-курс нашей, курс доллара. В нашем случае мы берем вот этот курс через B2Cash обменник. Через B2Cash у нас, я сегодня увидела, 482 плюс-минус. Значит, сегодня вы должны внести 0,01, если будете покупать вот эту монету, 120 500. Значит, ваш расход 120 500 плюс вот этот расход на ферму, который вы покупаете, итого расход ваш будет 179 500, да? Как раз дальше я вам 179 500. Ну, около 180, я тоже так, в принципе, посчитала. Теперь 120 500
Если вы сегодня будете открывать смарт-контракт, у вас выходит как раз 120 500 делим на 2, потому что в месяц в данный момент в монете дает 51%. Грубо, делить на 2. Грубо, сейчас я вам посчитаю, 60 200 60. будете зарабатывать. Умножаем на 4, 241 тысяч. А вы израсходовали, ну, грубо 189, вы свое уже вернули, как бы свое вернули, плюс добавок 52 тысячи с прибыли вышли, да, за 4 месяца. Дальше у вас там сколько? 8 месяцев осталось. Ежемесячно 60 тысяч умножаем на 8. Ваша прибыль, дальнейшая прибыль 480 тысяч. Плюс еще в конце срока тело депозита возвращается. В нашем случае это 120 тысяч долларов, да? Тенге. Значит, вы, если по сегодняшнему курсу монет, то 600 тысяч вы будете в плюсе. Ваша прибыль будет 600 тысяч, если цена монеты будет по сегодняшнему курсу. Еще вопрос. Задавайте. Ага. Вот я сегодня не могу, допустим, вложить, а если я вложу в конце месяца, вот, ну как, в июле. В конце месяца мы как раз посмотрим, какой там курс будет монет. И ферма во сколько к нам обходится, потому что вы сами заметили, курс доллара растет. Например, вчера было 471, сегодня уже 482. Я говорю про онлайн-курс доллара через обменник. Я видела. Да. Поэтому в любом случае никто в минусе не останется. Если я в конце месяца положу, вот июля, ну нет, сейчас нечем же. Да. Вы прям конца месяца вам не ждать, надо через маркетинг зарабатывать. Через маркетинг. Не хотите через маркетинг зарабатывать? Ну как не хотите? Конечно, научите. Через маркетинг мы как раз, продавая здесь продукт компании, наш продукт в нашем случае это 110-евровую ферму, 275, 550, кто какую может как бы рекомендовать своим друзьям, холодным контактам, теплым контактам, вы зарабатываете через Platin World. Как раз у нас называется Unilevel бонус, это линейный бонус, если вы с первой линии подключаете своего, например, будущего партнера, если партнер как бы покупает 110-евровую ферму, вы как раз зарабатываете 20% от его фермы. Дальше со второй линии 7, с третьей линии по пятой 3, с шестой по 15 1%. Это ваш, как бы ваш доход будет. Автоматически вот эта прибыль поступает на ваш кошелек. Вы можете сразу вывести. Например, я сегодня вывела, вот видите, да, сколько? 38 минут назад свой прибыль, около 2 часа назад прибыль, 6 часов назад прибыль. Прибыль вы как бы зарабатываете именно в монете, которая в данный момент у нас растет. Накопленные на свой прибыль вы можете как бы купить себе продукт, как раз в нашем случае, вот эту нашу ферму. Тем самым себе сделаете как бы пассивный доход. Ну а как в моем случае, если я не знаю даже, как продать это? Нет, Тамара. Как завлечь? Пригласите в Zoom. Я же тут стараюсь для вас на вашем языке объяснить. Zoom? Если, да, конечно. Ежедневно 21:00 приглашайте своих партнеров сюда. Я прям буду стараться. Если там офлайн встречи, я подойду. Тут раз я же к вам подошла, все объяснила. Внятно я вам объяснила? Все нормально. Если англичанин, через Google переводчик могу общаться. Если на русском понадобится, тоже вот буду стараться. Я же стараюсь. Ну ладно, что это, если непонятно с первого раза. Пинка надо по мозгам давать сначала, прежде чем что-то добиться. Я же тот Ладно, раз следующий. отправила. Тамара, я вам тот раз отправила, что вам надо вообще с нуля начать. Что такое криптовалюта? Да. Я вам тот раз написала, да? Что такое сатоши? Да. Что такое блокчейн-технология? Что такое смарт-контракт? Как раз хорошенько изучить вам. И своих людей, если вы не можете донести информацию, к вам в Zoom приглашайте.
Я буду стараться. Если человек не понимает на казахском языке, буду объяснить на русском. Если надо будет встречаться, тет-а-тет можем встречаться. В общем, если хочет человек как бы зарабатывать, там никакой преграды нет. Просто желание надо для заработка. Ага. Ну, Да. если желание есть, деньги будут. Тому пример я сама. У меня 100% желание было. Поэтому я сижу тут, разжевываю всем, объясняю, как бы сама учусь каждый день. До ночи, до 3 ночи сижу, изучаю, слушаю Алекса. Вам тоже так советую, кстати. Слушайте Алекса. Хорошо. Понадобится 1000 раз надо слушать. Ага. Сұрақтарыңыз бар ма? Спасибо. Если есть вопросы, задавайте, Тамара. В личку можете тоже написать. Если есть люди, будут люди, давайте тет-а-тет могу объяснить. Да. Все понятно, я поняла. Все, сразу. Все, спасибо, я поняла. Я сегодня же прозондирую это все. Да. Молодец. Спасибо. Да. Спасибо. Ага. Вам спасибо, что Спасибо. подключились. Сұрақтарыңыз бар ма, құрметті бизнес әріптестер? Кімнің қандай сұрағы бар? Сіздердің сұрақтарыңызға жауап берейін. Түсінікті айтып Қайырлы кеш, жатырмын ба? саламатсыз ба, Үміткүл апай? Барлықтарыңызға қалайсыздар? Аха. Үміткүл апай, мен Сапаргүл апай партнерым ноутбугі бар екен да, соған ноутбугына жаңағы нелердің бәрін установить етіп беру керек, соны қалай істейді? Нелердің бәрін установить ету керек? Кошелекпен ферма установить етуге болмайды, сразу айтам. Ал сайттарды жоқ, Ноутбукке установка жасаудың қажеті жоқ қой. Немен тартып ала береді ол. Сайт арқылы. Немен тартылады? Сайт арқылы кіре бересің ғой Google'дан. Нені Жоқ, чтоб ноутбуктан қарап отыратындай қылып нетіп алсам дейді да ол кісі. дұрыс қой, енді ол сайтта жаңа балдар болса, сол неге ноутбукқа сохранить етіп бер десе болды ғой. Жас балдар біледі ғой. Кімді қандай сұрақтары бар? Бұйырса ақпараттармен ары қарай жұмыс жасаймыз. Айта бер. Келді, қалайсыздар? Аха. Саламатсыздар ма? Саламатсыз. Саламатсыз. Айта бер. Сол жағы ноутбукты ғой, сол. Енді бүгін шақырдым. Болып қалатын шығар. Просто біз жаңа Тамарамен сөйлесіп жатсыз ғой, сіз өзіңіз. Дәл сол сияқты болып тұрмын ғой менде қазір. Енді кірген адамбыз, әлі сол к чему білмейміз. Әлі бір айда, енді бір ай болды, Құдай қаласа. Жайлап сол ноутбук арқылы тез үйренем ба деген ой ғой енді біздікі. Сапаргүл ханым, Тамара да сіз сияқты партнер ғой, просто ол қазақша түсінбейді, сондықтан информацияны орыс тіліне бердік та. Бұл жерде қай кезде келгені маңызды емес, қалай жұмыс жасағаны маңызды болып тұр. Мысалы, мен өзім, менде ешкім үйреткен емес, шыны керек, мен осы жан таласып ақша табуға деген 100% желаниеммен осылай отырып алып, ютубты ашып отырып изучать ете берген адаммын. Ал қазіргі таңда сіздерге қолымыздан келгенше осылай зум арқылы түсіндіріп жатырмыз. Сондықтан жаңадан келген адамдарға әсіресе үйренуге ешқандай кедергі жоқ. Қай жерде жүрсіз, мысалы, бір жерде жұмыс жасап жатсаңыз, сіз жұмысыңыздың жүрген жеріне ютубты бақыртып қойып қойыңыз. Зато жан-жағыңыздағы адамдардың назарын өзіңізге тартып аласыз. Не көріп жатырсың? Бұл не екен деген сияқты. Жұмысқа қоюға болмайды ғой. Қайдағы жұмысқа қой? Больницада істеймін ғой мен. Үміткүл апай. Больницада мен де істегенмін. Сондықтан айтып жатырмын да, болады ғой, азынан кешке дейін жұмыста жүре бермейсіз, отырасыз, шай ішесіз, ешқандай кедергі жоқ. Себебі мен оның бәрінен өткен адаммын ғой. Больницада да істегем, посудада да жуғам, полда жуа салғам, бәрі бар. Так что ешқандай желеу, леу дегендер. Вначале өзім біліп алуым керек та, что к чему. Енді жұмысты сіз Әуелі сондықтан өзім біліп алуым керек, кейін барып айтуым керек. Сапаргүл ханым, сіз соны тыңдамайсыз ба? Құлағыңызға наушник қойып қоймайсыз ба? Обедте отырғанда тыңдап отырмайсыз ба? Мақұл, жан-жағыңызға кедергі келтіргіңіз келмесе. Ешқандай кедергі жоқ бұл жерде. Айтып отырмын ғой. Қолыңызда телефон бар, интернет бар, бітті, жайлап тыңдай бересіз. Азаннан кешке дейін больницада кім болып істейсіз? Медсестра болып істейсіз ба? Я операционныйда істеймін. Операционныйда істейсіз. Операция жасап болған екен демаласыздар ма? Болады ғой бер жағында переменде отыратын жерлер. Сол жерде отырып Конечно болады. Әрине.
Иә, Қол тиген кезде онсыз да сол есілдетіп осы болып көріп қолымыз байланып қалды ғой осыған аралас. Әбден үйренейік, білейік, что к чему деп. иә, дұрыс. Ол Әлде де түсінбесем бас келдім шақырып алам үйге. Иә. Бұл жерде шын мәнінде мүмкіндік барлығымызға бірдей беріліп тұр. Егер сіз оны өзіңіз әрекеттеніп, жаңағы қай жерде жүрсеңіз де өзіңіз әрекеттеніп, осы туралы информацияны іздене берсеңіз, сіздің миыңыз тез қабылдайтын болады. 1 минут уақыт қалды. Барлықтарыңыздың кіргендеріңіз үшін үлкен рахмет. Ферманың мүмкіндігін жіберіп алмаңыздар. Мен бұны Рахмет. қоям. Тыңдаңыздар. Өз-өздеріңізді дамытуды тоқтатпаңыздар. Сонда ғана жетістікке жетесіздер, құрметті бизнес әріптестер.